Ассаламалейкум, баршаңызға арнаға қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып шөп-дәрі дала жалбызы туралы болады. Ерекшелігі көп жылдық шөп тектес өсімдік, тамыры дәрі болады. Тамырының өңі қызыл қоңыр түсті. Жинау және өңдеу жабайы өсімдікті көктем және күз айларында тамырын қазып алып, тазалап кептіреді. Аулаға егіп өсірген жағдайда 3 жылға толғанда тамырын қазып алып, тазалап кептіріп сақтайды. Қасиеті: ашты, дәмді, суық, райлы, қанды жандандырады, іркілген қанды таратады, жүрек қызметін жақсартады, етеккірді теңшейді. Етеккір теңшелмегенде, етеккір іркіліп іші ауырғанда, босанудан кейінгі қан іркіліп іш ауырғанда, нерв әлсіздіктен туылған ұйқысыздыққа, жүрек тынышсыздануға, бауыр көк бауырдың үлкеюіне, сүйек буын ауруларына ем болады. Асқазан мен іштің ауырсыну, тері жаралары, күйіктен кейінгі ісіну осыларға да ем болады. Етеккір қалыпсыз келген жағдайда дала жалбызынан 15 грамм, аю балдырғаннан 10 грамм суға қайнатып ішеді. Етеккір ауыртып келген жағдайда дала жалбызынан 15 грамм, сарғалдақ 6 грамм суға қайнатып күніне 2 рет ішеді. Жүрек тәж күре тамырының қабынуына, жүрек чанчып ауруына дала жалбызынан 18 грамм, қызыл шұғынықтан 10 грамм, мақсарыдан 10 грамм суға қайнатып ішеді. Көк тамырдың тығындалуы немесе тосылуына дала жалбызы 30 грамм, шұқат күлі 30 грамм, қызыл мия 30 грамм, тұмар шөп 30 грамм, аю балдырған 15 грамм, есті тамыр 15 грамм суға қайнатып ішеді. Ағайын, арнаға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Сіздердің қолдағандарыңыз біз үшін өте қажет. Келесі эфирде кездескенше сау саламат болыңыздар.